Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, нөмірі 174 мектеп гимназия. Математика пәні, нөмірі 111 сабақ. Тақырыбы: табиғатты қорғау, отанды сүю. Сабақтың мақсаты: мен өрнектерінің мәнін табуды, әріпті және санды өрнектерді салыстыруды үйренемін. Түсіндірме жұмысы. Өрнектерге қарайық. 65 азайтылған, жақша ашылған, д қосу а қосу с, жақша жабылған. Келесі өрнек. 65 қосу, жақша ашылған, д қосылған, а қосу с, жақша жабылған. Ал енді таңбаны қарай, қай жаққа қарап тұр? Әрине, қосу жағына. Әріпті өрнектің оң жағы мен сол жағында сан мен әріптердің орналасуы бірдей. Таңбаларына көңіл аударсақ, сол жағында азайту, ал оң жағында қосу таңбаларын байқаймыз. Қосу таңбасы тұрған өрнек артық болады. Сандар мен әріптерді бірдей өрнектерге басты назарды таңбаларға аударамыз. Ал балалар, тапсырманы орындауға кірісейік. Нөмірі 1 есеп. Әлия мен Сырым математикалық ойын құрастырды. Жауапқа сәйкес суретті таңдап, оның нені білдіретін айту керек. Ол үшін өрнекті мәнін есептеп ал. Ал балалар, өрнекті мәнін есептеп алайық. Үлгермеген жағдайда үзіліске қойып, өрнекті мәнін есептеп аламыз. Өрнекті мәнін тапсақ, сәйкес суреттерді таңдаймыз, және олардың нені білдіретін атап өтіңдер. Нөмірі 2 есеп. Салыстыр. Бейнебаянды үзіліске қойып, есептерді салыстырып аламыз. Нөмірі 3 есеп. Есептерге өрнек жаз. Кері есеп құрастырып оларды шығар. Нөмірі 3 есептің А нұсқасы. Оқушылар әр қайсында 5-тен 6 қатар көшет отырғызды. Оқушылар барлығы неше көшет отырғызылды? Ә нұсқасы. 15 килограмм тыңайтқыш 5 қапшыққа тең бөлініп салынды. Әр қапшықта неше килограмм тыңайтқыш салынды? Балалар, есептің шартын құрмаймыз, тек өрнек құрастырамыз және оған кері есеп құрастырамыз. Өрнек құрастырып, жауабын жазып болсақ, кері есеп құрастырамыз. Нөмірі 4 есеп. Есепте. Бейнебаянды үзіліске қойып, өрнектерді есептеп аламыз. Амалдардың ретін орындауды еске түсіреміз. Бейнебаянды дайындаған бастауыш сынып мұғалімі Нұргүл Сенбек. Сау болыңдар балалар. Келесі сабақта кездескенше.